жүрегі шаншитын адамдардың омыртқасына массаж жасау керек. Жүректің тұсындағы омыртқада қандай да бір изменение болған кезде, онда адамдарда жүрек шаншиды және ауа жетіспей басталады. Менде бір әйел келген, диагностика қою барысында сіздің жүрегіңіз шаншиды, сізге ауа жетіспейді, себебі соның ортасындағы омыртқада изменение бар деген кезде, жоқ, менде ондай проблема жоқ. Себебі мен кеше ғана УЗИ-ға барып түсіп келдім. УЗИ-дан маған барлығы жақсы деп айтты. Ол кісіден мен сұраймын, сіз не үшін УЗИ-ға бардыңыз десем, ол кісі, мен жүрегім шаншығаннан кейін мен УЗИ-ға бардым. Енді соны мен сізге айтып тұрмын ғой, сіздің жүрегіңіз шаншиды, ауа жетіспейді, ауырады деп айтып тұрмын ғой деп дәлелдедім. Енді сізге сол қысылып тұрған омыртқаларды қалпына келтіру керек. Енді біз бұндай жағдайда биомассажбенен омыртқаға массаж жасаймыз. Қысылып тұрған омыртқаларды босатып, яғни жүрекке қан баратын жолдарды ашу арқылы ем жүргізіледі. Омыртқаларды реттеледі. Сол кезде ғана жүрекке қан барып, кислород барып, өзінің жұмысын жақсартады. Шаншуы қояды.